Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер-лигасының 18-ші тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. Бұл демалыс күндері Еурокубок турнирлеріне байланысты жеңіс Астана матчы кейінге шегерілген. 24 тамыз сенбі күні Атырау қаласының Мұнайшы стадионында жергілікті Атырау командасы Қарағандылық Шахтерді қабылдады. Атырау командасы осал емес, нағыз ортанқол команда. Олар осы маусымда өз алаңында тек қана бір рет жеңілген. Ал қарағандылық кеншілер биылғы маусымның аутсайдері, чемпионатта ең соңғы орында келеді. Бір айта кететін жайт, Атырау соңғы матчтарында жеңіске жете алмауда. Соңғы рет жеңісті 16 маусым күні чемпионаттың бірінші айналымында Қарағанды қаласында осы Шахтерге қарсы ойында тойлаған болатын. Ойындағы есепті бірінші таймның ортасынан асқанда алаң иелері ашты. Белорус футболшысы команда капитаны Игорь Стасевичтің көтерген айып добын оның отандасы Николай Сигневич паспен бағыттап голға айналдырды. Александр Задула голды есепке алды. 1-0 Атырау командасы. Алғашқы голды соқты матчта. Голдың авторы Николай Сигневич. Николай Сигневичке қарсы ойындарды қозған болады. Одан кейін стандарт Стасевич көтерген допты мінекей Сигневич допты қақпаға паспен бағыттады. Қайталау керек бізге. Голды қайталап көргіміз келеді. Атырау командасы 1-0 есебімен алға шығып отыр. Қонақтар есепті теңестіруге тырысқандарымен жолдары болмады. Оның үстіне 85 минутта Шахтер сапындағы Лайонел Адамс тәртіп бұзып алаңнан қуылды. Лайонел Адамс жоқ. Сарғағып емес, қызғағып. Лайонел Адамс алаңнан қуылады. Шахтер сапында онсызда жеңіліп жатқан қарағандылықтар кеншілер қазір 10 ойыншымен қалуға мәжбүр. Қорытынды есеп 1-0 фаворит команда Атыраудың жеңісі. Ал Семейде өз алаңында маусым басталғалы жеңілмегелі жатырған жергілікті Елімай командасы Петропавлдық Қызылжарды қабылдады. Кездесу фавориті әрине алаң иелері Елімай болды. Дегенмен қызылжарлықтар фаворит командаға тәп-тәуір қарсылық көрсетті. Командалар чемпионаттың бірінші айналымында Петропавл қаласында 1-1 есебімен тең ойнағанында айта кетейік. Есепті бірінші тайм аяқталар тұста қонақ команда ашты. 44 минутта дәл соққысымен көзге түскен грузин футболшысы Лука Имнадзе болды. Үзілісте Елімайдың құрамында футболшылар алмасты. Алаңға Жанали Пайрус пен Иван Свиридов шыққан болатын. Ал 52 минутта осы шыққан екі футболшы гол ұйымдастырды. Пайруздың пасынан кейін Свиридов гол салып есепті теңестірді. Вадим Петров біріншіден топ бөлетіне дайын болмаған, орнынан тұрып та үлгермеді. Екіншіден жолай доп Артем Литвиковқа дегенінде байқап отырмыз. Нәтижесінде Елімай тағы да футболшы алмастырады. 67 минутта алаңға тыңнан Роман Мұртазаев шығады да ол 76 минутта Елімайдың екінші голын салады. Және оған да нәтижелі пас берген Жанали Пайруз болды. Жанали Пайруз осында қапталда допты алды. Роман Мұртазаевты көрді, әуелетті. Мұртазаев болса баспен соқты жасады да гол соқты. Сөйтіп Елімайдан алға шығарды. Роман Мұртазаев ұлттық құрамаға шақырту алу үшін барын салып жүрген футболшы. 2-1 есебі матч соңына дейін сақталды. Елімайдың жігерлі жеңісі. Қызылордадағы Ғани Мұратбаев атындағы стадионда жергілікті Қайсар мен Талдықорғандық Жетісу командаларының арасындағы кездесу өтті. Деңгейлес командалар арасындағы бұл ойында әрине алаң иелері бірінші нөмірмен ойнады. Командалар өз мүмкіндіктерін голға айналдыра алмады. Кездесуде есеп ашылмай командалар ұпай бөлісті.
Чемпиондукка таласы бар командалардын катышуу менен болгон нагыз топ оюндар жекшемби күнү 25-тамызда өттү. Онун биринчиси Алматынын орталык стадионунда Кайрат пен Костанайлык Тобулдун арасында өтсө, экинчиси Шымкент шаарында жергиликтүү Ордабасы менен Актөбе командаларынын арасында өттү. Кайрат Тобул матчында эсепти алаң ээлери ачты. Далерээк айтсак, оюндун 20-минутунда грузин Георгий Зарянын чыгарган пасынан кийин Кайраттын бразилиялык сурмергени Жоао Пауло көзгө түстү. Ол Тобул какпашчысы Стас Покатилов менен бирге бир чыгып, одан айласын асырып кетти. Кайталауын көреміз. Офсайд болды ма деп те күмәнданып тұрмыз. Дегенмен шыны керек, Жоао Пауло ойыннан қалмаған секілді гол. Есеп 1-0. Бразилиялық футболшы мына Покатиловты керемет. Ал 53-минутта өзүбүздүн Ислам Чесноковдон пас алган Тобулдун марокколук легионери Ахмед Эль Месауиди эсепти теңестирди. Бағанаға да тидім. 69-минутта Жоао Пауло Кайраттын экинчи голун салып, тагы да көзгө түскөн эди, бирок ол гол тартиптин бузулууна байланыштуу эсепке алынбады. Ал осыдан кийин Тобулдун салган экинчи голу эсепке алынды. Онун автору алаңга тыңнан чыккан Тобулдун тоголук шабуучусу Давид Энен болду. Шыны керек, жаңа гана оюнга чыккан Энен гол соктон. Давид Энен. Тобулда алга чыгарды. 67-минутта Энен оюнга Дегенмен Кайрат соңуна дейин тырышты және матчтың соңғы сәтінде каршыластын какпасына жакын жерден айып добун тебүү мүмкүндүгүнө ээ болду. Ал оны казакстандык футболчу Андрей Ульчин дәл орундап эсепти теңестирди. Қақпаға бағыттадым. Сөйтіп есептен 2 қылды. Екінші ойын қатарынан жалғыз голды соққан, ал осы Тартысты өткен бул матчтын қорытынды есебі 2-2. Командалар тең тарқасты. 18-ші тур ойындарын Шымкентте жергиликтүү Ордабасы мен Актөбе командалары арасындағы матч жапты. Футбол сүйер ортанын назарын аудартқан бул матчтын катышуучулары бір-бирине лайықты деңгейлес каршылаштар. Дегенмен Ордабасы командасы Актөбени жеңе алмай келе жатырганына бир аз убакыт болупту. Onun üstüne осы матч қарсаңында Ордабасының бас бапкері Александр Сиднев қызметінен кетіп, команда Ақтөбеге қарсы уақытша бапкермен шыққан еді. Матчтағы есепті қонақтар ашты. Эквадорлық Энрике Севальос 14-ші минутта Ақтөбені алға шығарды. Ал 72-ші минутта Бауыржан Исламханның әдемі пасы мен өзбек футболчысы Шоккоз Омаровтың керемет соққысы мен Ордабасы командасы ойындағы есепті теңестірді.
маэстроны бауыржан исламға қолмен қойғандай пас беріп отыр. Жанкүйерге керегі де осы міне қараңыз. Бір желпініп қалды қазір. Бір жадырады. Осыдан кейін салынған гол болмады. Қорытынды есеп 1-1, командалар ұпай бөлісті. Енді назарларыңызға 18-ші турдан кейінгі Қазақстан Премьер-лигасының турнир кестесін ұсынамыз. Турнирлік кестенің басында ешқандай өзгеріс болмады. Алғашқы үштікте келе жатқан командалардың барлығы осы турды тең ойнап бір-бір ұпайдан жинады. Кесте түбіндегі Шахтер командасы тағы да жеңіліс тауып 8 ұпаймен қала берді. Астаналық командалар бұл күндері Еурокубок ойындарына байланысты ойнамады. Айта кететін жайт, бұл екі команданың да жағдайлары қызық болып тұр. Астана командасының жүлделі орын алатын мүмкіндіктері болса, Жеңіс командасына чемпионатта соңғы орын алып Премьер-лигадан шығып қалу қаупі төніп тұр. Сұрмергендер көшін 7 голмен Жасурбек Яқшыбоев және Жоао Паулу бастап келеді. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 18-ші тур ойындарына жасаған шолуымыз аяқталды. 19-ші тур ойындары 31 тамыз және 1 қыркүйек күндеріне жоспарланған. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.